Сәлем, достар, қалайсыздар? Бүгін біз мама маған гипноз жасайды. Біздің влогта бүгін жаңа видео. Бүгін Айшаға гипноз жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қызықты видео болады деген ойдамыз. Ал, кеттік. Ал, біз гипнозды бастаймыз. Гипнозды, осымен қазір гипноздаймын Айша мен Ясинаны. Енді Ясина түсіне ма, түсінбей ма білмеймін. Бірақ бүгін біз Айшаға гипноз жасайтын боламыз, иә? Кәні, Айша сәл бер тұр. 1, 2, 3, гипноз. Ал енді Айшаға айтқанымызды істететін боламыз. Кәні Айша, бірінші мына жерде шашылып жатқан ойыншықтардың бәрін жина. Достар, Айшаны гипноздап тастадық, енді ойыншықтардың бәрін жинап жатыр. Мына жерде біздің кішкентай бөпеміз Мариям жатыр. Менің біраздан бері видео салмай қойғанымның себебі де осы біздің кішкентай ханшайым. Ал біздің гипнозымыз. Гипноздап тастау деген жақсы сияқты ғой, иә, достар? Гипноздап тастап айтқаныңның бәрін жасатып аласың. Ойыншықтардың бәрін жинап жатыр. Давай, Айша. На гипноз деген өте жақсы екен ғой. Зыпылдап жинап жатыр үйді. Әне, Айша ойыншықтарды жинап тастады. Енді не айтамыз, достар, Айшаға? Енді ана жерде шашылып жатқан киімдерді жинатайын, иә? Айша, маған қара. Айша, давай, мына киімдердің бәрін жинап таста. Рахат екен ғой. Мына Айша бәрін жинап жатыр, әне. Ой, молодец, Айша. Әне. Бәрін аударып жинап тастаймын деді ғой Айша. Ой, молодец, Айшағыз. Ол өзінің гипнозда екенін білмейді. Күттеп жатыр. Достар, Айша уже жинап болайын деп қалды киімдерді. Бұдан кейін қандай тапсырма берсем екен ойланып отырмын, достар. Не істетсем болады Айшаға? Маған су әкеп бер деп айтам ба? Не деп айтсам екен, а? Айша жинап жатыр киімдерді. Жинап болды. Айша жинап болды. Так, енді қандай тапсырма берем? Айша, маған мұздай су әкеп бер. Кетті Айша. Мияқта Ясина не істеп жатыр деп таң қалып жатыр, иә? Артынан кетті олда. Айша су әкеле ме екен? Рахмет. Су әкелді, енді суды апарып қой. Мынау жақсы екен ғой гипноз деген.
Мына жақта Марикош. Келді Айша. Та-дам. Енді магазинге барасың. Енді мына Айша келді. Енді не деп гипноз жасасам екен, қандай тапсырма берем бұл қызға? Қазір мен былай істейін. Осыны өйстіп қатырып қоям да Айшаны. Магазинге барып, вкусняшкалер әкелем. Сосын Айша, наны қайдан алып келгенсіңдер деп таңғалып қалады, иә? Айшаны дәл өйстіп тастап кетейін мен. Осы жерінде қатқан күйінде қатып тұра берсін. Ал достар, мен магазинге шықтым. Қазір тәттілер әкелетін болам. Сосын Айшаның қолына ұстатып қоям да, Айшаны гипноздан босатам. Сосын бұл тәттілер қолыма қайдан түсіп қалды деп таңғалатын болады, иә? Реакциясын бірге көреміз. Қазір күтіңіздер. Мінекей достар, магазиннен шықтым. Қазір Айшаның реакциясын көреміз. Достар, Айша қатырып қойған жерінде тұр екен. Міне тәттілерін қолына ұстатып қойдым. Қазір Айшаны гипноздан босатамыз. 1, 2, 3. Фук. Маман қаяқтан алдым. Білмеймін, Айша. Сенің қолыңа қаяқтан түсіп қалды ол? Ашып көрші не бар екен ішінде? Әкелген заттарымызға талас болып жатыр бізде. Ясина алып алған, саған бермеймін дейді, анау бер дейді, қапа болып отыр. Екеуіне 2 чипсы, 2 мармелад и осындай не алып келген едім. Талас болып отыр. Енді кім жеңеді екен көреміз қазір. Анау алмайым дейді, анау бермеймін дейді, сондай болып жатыр. Ясина берші, біреуін берші. Бермеймін дейді. Отырсын қарасай. Берші, Ясина. Ясина берші. Ясина. Айшаға берші. Берші, Ясина. Ана пакетте не бар, тағы көрші. Оны Ясинаға бермей қоямыз. Кән, ашып көрші. Китайский мармелад бар, Семейсің ба? Бопты, онда магазинге апарып бере салайын. Ясина берші. Біреу берші. Ясина. Берші. Берші біреу. Нау дейді. Ясина берші. Айшаның шеке басын қараңыздар. Тырсып кеткен, пірсіп кеткен. Қазір Айшаны гипноздап тастайыншы мен. Кән жаңағы. Айшаны. 1. Әне. Ойла, масқара. Айшаны гипноздаймын мен қазір. 1, 2, 3. Әне. Айша, сразу көрдіңіздер ма? Күліп, не қылып жатыр? Өзінің қапа болып жатқанын ұмытып қалды Айша. Так. Енді Айшаға пакеттен ашпайым деп лақтырып жіберді ғой, соны аштыртайық, иә, достар, иә. Айша, жаңағы әкелген пакетті ашып көр, ішінде не бар екен. Та-дам. Енді гипноздан босатайын. 1, 2, 3, босан. Әні Ясинаға біреуін берем дейді, бермейтін болып қалды ау деймін. Енді заттарыңды жеп ал, иә? Сосын не гипноздап тастайым, қандай тапсырма берем, ойланып көрем мен оған дейін. Ясина мынаны ашып бер дейді. Осындай керешке ма бірдеңе келді, қазір ашып көреміз. Яқта Айша мармеладын жеп жатыр, иә? Тәтті ме екен, Айша? Қана? Ішінде не бар екен?
ішінде осындай керешки бар екен. Екеуі пакет жебасын. Мен ойланайын не тапсырма беретінімді. Ясина, Ясина? Даным! Ясина керешкиін жеген да жоқ. Мынаны ашып бер дейді. Не бар екен көреміз. Чупа-чупс па, сондай шығар. Та-дам! Осындай чупа-чупс шықты. Күшті чупа-чупс бар екен ғой ішінде. Ана Айшаға жегізіп жатыр. Тәтті ме екен, Айша? Сондай әкеп берейін ба? Жарайды. Та-дам! Енді Айшаны тағы да гипноздайын. 1, 2, 3. Мына рахат екен ғой, достар. Күлкім кеп жатыр менің. Так, Айшаға мынандай тапсырма. Мына бөлмеге жүр, Айша. Енді так, мына жердегі ана пакеттерді ал, мына киімдерді ал, орнына қой. Давай. Аюды ана жастықтың қасына қоя сал. Пакетті маған бер. Так. Енді Айша ана жердегі көрпешеге жатып ұйықта. Чота, достар, гипноз онша әсер етпей күшінен кетіп атқан сияқты. Тағы гипноздап тастайын. Дың. Давай, көрпешеге жатта ұйықтап қал. Как раз обед болды. Айшаны ұйықтап тастадық, я? Қазір біраздан кейін тұрғызатын боламыз. Күшті ғой мынау гипноз деген, сіздер де жасап көріңіздер. Бұл 3 жастан ары қарай, 4 жастан ары қарай жұмыс жасайды екен, достар. Себебі Ясинаны гипноздап көрген едім, оған онша әсер етпеді. Мына Айша қызға жақсы әсер етіп жатыр гипноз деген. Рахат екен, айтқаныңның бәрін жасатып аласың. Ұйықта дегенем ұйықтап қалды. Рахат. Достар, Айша әлі ұйықтап жатыр. Арадан біраз уақыт өтіп кетті уже. Қазір гипноздан оятамыз. Ол маған осындай чупа-чупс әкеп бер деген еді. Оған да магазиннен барып әкелдім. 1, 2, 3. Оян! Та-дам! Ана Айшаға да осындай чупа-чупс алып келдік. Қуаныштысың ба, Айша? Сен ұйықтап тұрдың ғой? Білесің ба? Так. Енді Айшаға тағы қандай тапсырма берсем екен, а? Давай, Айша, енді зомбиға айнал. Ясина, қаш. Қаш, Ясина. Зомби жеп қояды сені. Қаш көт, Ясина, жүгір. Давай. Ол қорқып жатыр. Әне. Қаш. Қой, Ясина қорқады екен, я? Давай, гипноздан босатайық. Босан. Әне. Ал, достар, біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Айшаға гипноз жасаған қатты ұнады, я? Соның арқасында мен де үйді де жинатып алдым. Күшті болды, өте қызықты болған сияқты. Келесі жылы Ибрахимге түсіріп қалуымыз мүмкін, я? Бізді барынша қолдап, лайк басып отырыңыздар. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға пока!